Ең алдымен ежелгі жапон дәстүрі бойынша неке қиылады, суретке түсеміз, одан кейін жас жұбайлардың артына еріп бәріміз де мейрамханаға келеміз. Мейрамхананың іші осындай. Мейрамханаға келгеннен кейін осындай әр қонақ өзінің мекен-жайы және қысқаша тілектерін жазып, осындай жас жұбайлардың достарына табыстап, әкелген сыйлықтарымызды табыстап, осындай хатты аламыз. Бұл хаттың ішінде жас жұбайлар туралы қысқаша ақпарат, келген қонақтардың отыратын орны және ас мәзірінің менюі көрсетілген. Тойхананың ішіне кіріп келген кезде әр орындықта осындай келген қонақтарға арналған сыйлықтар бар. Бұл туралы кейінірек толығырақ айтамын. Келген қонақтардың бәріне де осындай аты жөндерімен қысқаша тілек жазылған, келгендеріңізге рахмет деген сияқты. Тіпті Нашатайдың өзіне де келгеніңізге рахмет деп тілек жазып қойған екен. Ең алдымен үлкендерден бұрын баланың тамағын алып келді, яғни бала тынышсызданып отыруы мүмкін деген сияқты. Нашатай жеп жатқан тамағына дән риза. Той бойына тек қана 4 қана тілек айтылды. Бұл деген аз емес, көп емес, себебі келген топ қонақтардың ішінен бір адамға ғана тілек берілген болатын. Ежелгі самурай дәстүрі бойынша тортты әдеттегі пышақпен емес, самурай қылышымен кесті. Тойдың аяғында жас жұбайлар өздерінің әке-шешелеріне рахметтерін тілек ретінде жеткізді.